Hürmetli okuyucular, biz бүгінгі сабақта Түркі империясы көшпенді мемлекеттілігінің классикалық үлгісі тақырыбын өтеміз. Бәріңізге мәлім, оның империясы ыдырағаннан кейін, оның мұрагерлері түркі тайпалары мемлекеттілікті әрі қарай жалғастырды. Түркі тайпалары өзінен бұрынғы Сақ, Ғұн, Үйсін, Қаңлы тайпаларының мемлекеттік құру дәстүрлерін әрі қарай жалғастырушы болды. Және әлеуметтік саяси барлық бағыттарда осы мемлекеттілікті әрі қарай жетілдірді. Бүгінгі сабақта біз Қазақстанда мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихи кезеңдеріне тоқталамыз. Деректерді талдау негізінде түркі мемлекеттерінің дамуын зерттеп, мемлекет құрылысындағы сабақтастықты түсінетін боламыз. Енді мына түркілік кезеңде мемлекеттерді айтқан кезімізде біз бірінші мыңжылдықтың ортасында пайда болған түрік қағанатынан және батыс түрік қағанаты, шығыс түрік қағанаты, түргеш мемлекеттері, осы төрт мемлекет жөнінде айтуымыз керек болады. Олардың арасында қандай сабақтастық болды, одан бұрынғы және кейінгі мемлекеттіліктермен. Түрік қағанаты 552 жылы құрылды, 603 жылға дейін уақытта өмір сүрген мемлекет. Түрік қағанаты 603 жылы екіге ыдырап, батыс және шығыс түрік қағанатына бөлінді. Батыс түрік қағанаты 603-тен 704-ге дейін өмір сүрсе, шығыс түрік қағанаты 682-ден 744 жылға дейін өмір сүрген. Кейін оның мұрагерлері болған түргеш қағанаты болса 704-тен 726 жылға дейін өмір сүрген. Енді әрқайсысына жеке тоқталып өтетін болсақ, түрік қағанатының территориясы шығыста Алтайдан, батыста Каспийге дейінгі аралықты қамтыды. Ал оңтүстік шығысында болса Қытайдан Парсы еліне дейінгі аралықты қамтып алып жатқан мемлекет еді. Бұның түрік қағанатының негізін салған Бумын қаған болды. Негізі 5-ші ғасырда түрік тайпалары жужандарға бағынышты болды. Оларға салық ретінде темірменен салық төлеп отырды. Бумын қағанның кезінде, басқарудың соңғы кезінде 542 жылдан бастап Қытай деректерінде осы түрік тайпалары туралы мәліметтер келтіріледі. Түріктердің басшысы болған Бумын Ашина тайпасының қолдауыменен Қытайлармен байланыс орнатты. Өзінің одақтас ретінде Қытайларды іздеп, солармен байланыс орнатты. Одан кейін Бумын жужандардан өзінің тәуелсіздігін алу үшін 552 жылы бірінші рет шайқасқа кірісті. Бұл шайқаста жеңіп шығып, ол Елхан деген атақ алды және түрік қағандығының негізін салушы ретінде тарихта аты қалды. Бумынның баласы Қара Еске, Бумын қайтыс болғаннан кейін оның орнына қаған болды. Қара Ескенің соңынан оның інісі Мұқан қаған болды. Мұқан қағанның кезінде түрік қағандығының территориясы Арал теңізінен, Каспий теңізінен жетті. Сөйтіп өз территориясын едәуір кеңейтті. Бумын қағанның ізбасарлары Ефталиттер мемлекетін бағындыру үшін 561-563 жылдары Иранмен одақтасты. Сөйтіп 563-567 жылдар аралығында болған соғыстарда Ефталиттерді бағындырып, бүкіл Орта Азияның қожайынына айналды. Мұқан қағандан кейін болған Иштеми қаған көптеген реформалар жүргізіп, өзінің территориясын Қара теңіздің жағалауына дейін жеткізді. Иштеми қағаннан кейін Тобыл қағанның кезінде де түрік қағандығының территориясы шығыстан және батысқа қарай кеңейіп отырды. Бірақ 581 жылдан кейін тайпалардың арасындағы өзара қақтығыстар және Қытайдың шабуылының әсерінен, ішкі қақтығыстар әсерінен түрік қағандығы ыдырап, екіге бөлініп кетті. Орнында пайда болған 603 жылы бұл екіге ыдырады, батыс және шығыс түрік қағандықтары. Батыс түрік қағандығының территориясы біздің мына Жамбыл облысында Қаратаудан Жоңғарайға дейін созылып жатты. Оның астанасы, жазғы астанасы Мыңбұлақ, ал қысқы ордасы Суяб қаласы болды. Батыс түрік қағандығының негізін салған Тардуш, қытайша Далдо қаған болды. Оның кезінде және оның ізбасарлары Шигу мен Тонның басқарған кездерінде қағандықтың территориясы Әмудариядан Гиндикуш тауларына дейін Ауғанстанға дейін созылып жатты. Батыс түрік қағанатының территориясы шығыс Түркістаннан
Каспий Қара теңізге дейін жетті. Ал оңтүстігінде болса Иран және Ауғанстан жерлеріне дейін Әмударияның бастапқы ағысына дейін жетіп, солтүстігінде оңтүстік Сібірге дейінгі территорияны алып жатты. 640 жылдарда және 657 жылдар аралығында бұл батыстық қағандығындағы Дулу және Нушиби тайпаларының арасында өзара соғыс күшейді. Негізінен батыстық қағандығын айтқан кезімізде біз 10 оқ бұдын жүйесін айтпай өтуге болмайды. 10 оқ бұдын жүйесі бойынша батыстық қағандағы барлық 10 тайпа екіге бөлінді. Олар 5 Нушиби тайпалары және 5 Дулу тайпалары. Дулу тайпаларын Қытай деректерінде дулаттар деп еске алады. Жалпы Қытай деректеріне сүйенетін болсақ, оның Суй деген кітабында немесе басқа да деректерге сүйенетін болсақ, жалпы түрк тайпалары 30-дан астам теле тайпаларын тұрған. Теле деген атау бұл қытайша атау, түрк тайпаларының қытайша атауы. 30-дан астам теле тайпалар болған. Батыстық қағанатының кезінде әсіресе бұл тек қана теле тайпалар ғана бағынып қойған жоқ, тек түрк тайпалар бағынып қойған жоқ. Оған басқа да отырықшы және көшпелі түркі емес тайпаларды да бағындырды. Түрк тайпаларының кезінде мемлекеттің әлеуметтік қызметін тоқтататын болсақ, мемлекетті қаған басқарды. Қағанның мұрагерлері тегіндер деп аталды. Олардың қағанның жергілікті жердегі тіректері бектер болды. Бектер, ақсүйектер әр ру тайпаның басшылары еді. Одан бөлек Ашина руынан шыққан қағанның ұрпақтарын Жабу, Шад, Елдеберлер осы мемлекеттің жоғарғы басшылығында мемлекетті басқаруға қатысты. Жалпы түрк қағандығының кезінде, батыс түрк қағандығы және шығыс түрк қағандығы кезінде Ашина деген тайпа осы теле тайпалардың ішіндегі ең беделдісі және түрк қағандығының қағандары шыққан тайпа болып есептелді. Үшінші мемлекет бұл шығыс түрк қағандығы. Ал шығыс түрк қағандығына келетін болсақ, 682 жылы және 744 жылдар өмір сүрген мемлекет болды. Оның территориясы шығыста Шығыс Түркістаннан оңтүстікте Орта Азияға дейін созылып жатты, ал солтүстікте оңтүстік Сібірге дейін созылды. Оның астанасы туралы мәліметтер кездеспейді. Оның негізін салушы Елтеріс Құтлық қаған болып есептеледі. Одан кейін оның ізбасарлары Қатаған қаған, Білге қаған және Тоныкөк, Күлтеген сияқты қолбасшылары болған. Саяси күшеюі Күлтеген мен Білге қағанның тұсында болды. Шығыс түрк қағандығы тіпті Қытайдың билеушілеріне салық төлеуге дейін мәжбүр еткен. Ал енді шығыс түрк қағанатының ыдырауына келетін болсақ, ол 744 жылы Қырғыз, Ұйғыр, Дулу тайпаларының соққысынан құлады. Орнына Ұйғыр қағанаты келді. Ұйғыр қағанаты 100 жылдай уақыт өмір сүрді. 744-тен 840 жылға дейін 96 жыл өмір сүрген. Ал енді батыс түрк қағанатының орнына келген түргеш тайпаларын тоқталып өтейік. Түргеш тайпалары, батыс түрк тайпаларын құлатқан түргеш тайпалары түргеш қағандығын құрды. Олар 704-756 жылдар өмір сүрді. Олардың территориясы Ташкент қаласынан шығыс түркістан Бесбалық Тұрфанға дейін болды. Олардың астанасы, үлкен ордасы Шу қаласының бойында Суяқ қаласы болса, кіші ордасы Лев бойындағы Күнгіт қалалары болды. Одан бөлек соңғы кезде мына Жамбыл облысының қазіргі Тараз қаласы да осы түргештердің астанасы болған деген мәліметтер келтіріледі. Түргеш қағанатының негізін салушы үшілік, кейбіректе үш елік деп аталады, қаған болып есептеледі. Ол түргеш тайпаларының жерін 20 аймаққа бөлді. Әр аймақты басқаратын бектер тағайындады. Түргештер территориясы салыстырмалы түрде алған кезде батыс түрк қағандығы сияқты, түрк қағанаты сияқты үлкен болмағанымен, ол үлкен саяси оқиғалардың ортасында белсене араласты. Оның ізбасарлары болған Сақал қаған, Сұлу қаған және Тұқарсан, Құтшақ, Жыпыр қағандардың кезінде түргеш тайпалары, түргеш мемлекеті шығыста Қытай менен, батыста арабтармен соғысуға мәжбүр болды. Солардың арасында Сұлу қағанның билеген кезін атап өтуге болады. Себебі Сұлу қағанның кезінде үлкен саяси оқиғалардың арасында түргеш мемлекетінің аты көп аталады.
Сұлуғанның кейін тіркештер күшейді. Батыстан арабтар, шығыстан қытайлар 751 жылы болған Атлақ шайқасында, Тараз қаласының түбінде Атлақ шайқасы болғандығын айтып өтеміз. Бұл шайқаста тіркештер арабтар жағында қытайларды жеңіп, тіркеш жерінен қуып шығады. Ал тіркеш қаңлардың ыдырауына келетін болсақ, тіркештердің арасында 741 жылы болған сары тіркештер мен қара тіркештердің өзара қырқысу соғыстарынан мемлекет әлсіреді. Сөйтіп, Қытайдың шапқыншылығының салдарынан бұл мемлекет құлады. Оның орнына Қарлұқтар мемлекеті пайда болды. Қарлұқ қағанаты билікті қолға алды Қарлұқ тайпалары.